бүгінгі Құрбан айт мерекесіне орай Қазақстан Республикасының діни басқармасының онлайн режимдегі барлық санитарлық талаптарды сақтай отырып, бүгін міне 150 отбасына қайырымдылық ретінде азық-түлік және бүгінгі сойылған 10 сиырдың етін бәрін солаймен түгелмен таратылып жатыр. Енді адамгершіліктің нағыз биік шыңы жақсылық жасау болса, әрине ол осы сондай жақсылықты жасап жатқан азаматтарға және де осы кәсіпкерлерге атсалысып жатқан баршасына рахмет айтамыз. Бұл жерде енді кәсіпкерлердің басы бірігіп және де осы аудандағы басқа да азаматтардың бас бірігуімен ұйымшылдығымен жасалып жатыр. Енді әрине бұны жарнама деп қабылдамайды деп ойлаймын. Бұл енді халықпен жасалып жатқан шараны халықпен бөлісе отырып, жақсылықты насихаттау деп түсінерсіздер. Баршаңызға мейрам мереке құтты болсын.